Ақтөбе облысында өгей немересін зорлаған зейнеткер сотталды. Азғынның бұл қылмысы 14 жастағы мектеп оқушысы босанған кезде ғана белгілі болған еді. Оқиға былтыр оқу жылы басталғанда Ойыл ауылында болған. 9 сыныпта оқитын жасөспірім сабақ үстінде ішім қатты ауырып тұр деп дәрігер шақыртуды сұраған. Тексеру барысында оның толғақ ұстап босанғалы тұрғаны анықталды. Осылайша қыздың жүкті екенін 9 ай бойы ешкім аңғармаған. Тергеу кезінде жасөспірімге зорлық көрсеткен нағашы әжесінің күйеуі екені анықталды. 65 жастағы зейнеткер сот үкімімен кінәлі деп танылып, 21 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұған дейін Ойыл ауданындағы білім саласына жауапты басшы қызметінен босатылып, аудан әкімімен бірнеше лауазымды тұлғаға қатаң сөгіс жарияланған еді. Сондай-ақ аудандық аурухана басшысы мен мектеп директорын қызметтен босату мәселесі де қаралды. Өткені жасөспірім айналдырған бір жылда 3 рет медициналық тексеруден өткенмен, дәрігерлер оның жүкті екенін анықтамаған. Дегенмен ол бас дәрігер қазір басқа жерде басшылық қызметін жалғастырса, мектеп директоры әлі сол орнында. Ал қызметіне қойылған білім бөлімінің басшысы жұмыссыз ұзақ жүрмей, қазір аудандағы мектептердің бірінде директор. Десе де бұл дерек қоғамда үлкен резонанс туғызып, кәмелетке толмағандарды қорғау, медициналық бақылау мен әлеуметтік жауапкершілікті күшейту мәселесін қайта күн тәртібіне шығарды. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау жолымен түпкілікті Қозыбаковке педагогикалық лауазымдарды және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айыра отырып, 21 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қозыбаковтың жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтеу тағайындалсын.